Сәлеметсіңдер ме балалар? Бірінші сынып жаратылыстану. 22-ші сабақ. Сабақтың тақырыбы уақытты анықтайтын құралдар. Балалар, төмендегі құралдар не үшін керек? Оларды адамдар қай кезде ойлап тапты? Күн сағат, күн сәулесі арқылы уақытты анықтауға қолданылатын аспап. Алғашқы күн сағат ежелгі Мысырда жасалған. Олар уақытты күннің қозғалысы бойынша анықталған. Сол уақыттан бері сағаттың солдан оңға қарай айналу бағыты өзгерген жоқ. Стаканға тамшылар тұрған суды бақыла. Оның көмегімен уақытты анықтауға бола ма? Бір стаканның іші су тамшысымен қанша уақытта толады? Оны қандай құралдармен өлшеуге болады? Қорытынды жаса. Құм сағат, механикалық сағат, электронды сағаттардың уақыттан қалай өзгеретінін салыстыр. Ол үшін барлық сағатты бірдей уақытқа қой. Уақытты анықтайтын құралды құрастыруға бола ма? Ойлан, үлгісін жаса. Боз ала таң, күн шапағының белгісі, таңның ағара бастауы, кешқұрым, күн батқан кез. Олай болса, балалар, өзіңді тексер. Күн жүйесінде жер нешінші ғаламшар? Қай ғаламшарда тіршілік көзі бар? Аспан әлемнің кім зерттейді? Ғарыш кеме ұшыратын орын. Ғарыш әлемін қайда зерттейді? Балалар, сұрақтарға жауап болып берсең, жауабын осымен салыстыр. Балалар, келесі сабақта кездескенше сау болыңдар.